тікбұрышты үшбұрыш сыздым. Тікбұрышты үшбұрышқа қатысты біз қай формуланы өттік? Пифагор теоремасы еді. Ол қандай еді? Гипотенузаның квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең. Яғни квадратын неғып аударуға болады? Түбірасты қылып аударуға болады екен. Сол сияқты дәл сол тікбұрышты үшбұрышқа қатысты енді біз қабырғаларына қатысты бұрышын табу, немесе бұрышына қатысты қабырғаларды табу формулаларын өтетін боламыз. Тікбұрышты үшбұрышты ешқандай элементсіз салып қойдым, бірге салатын боламыз. С төбесі деп алайын, С төбесі деп алайын. С төбесі бізде градусы қанша? 90 градус. Енді С төбесінде қандай қабырға қасы жатады? С қабырғасы қарама қашты. Енді мен айтқым келгені, біз өтіп жүргендіктен айтпай кетіппін. Тікбұрышты үшбұрышта қанша катет бар? 2 катет, 1 гипотенуза. Мынау кіші катет, мынау ұзын катет. Гипотенуза. С төбесінде С қабырғасы қарама қасы жатқандықтан С әрпін белгіледім. Төбелер үлкен әрпен, қабырғалар кіші әрпен белгіленеді екен. Лат алға кеткен. Ал енді мен үнемі ұзын катетті Б қабырғасы деп аламын. Не деп алады екен? Б қабырғасы. Б қабырғасы қай төбеге қарама қасы жатады? Б төбесіне қарама қасы жатады. Түсінікті ғой? Ал енді кіші катетті мен үнемі А қабырғасы деп аламын. А қабырғасы А төбесіне қарама қасы жатады екен. Демек неде Асы мен Всы катеті, А-В гипотенузасы болатын тікбұрышты үшбұрыш шықты. А бұрышы альфа, Б бұрышы бета, С бұрышы бізде белгілі, бірақ оны да гамма деп айта берсек болады. Гамма деген, яғни бұл аталған алфавиттер қай алфавит? Грек алфавит. Яғни дұрыс айтасыздар. Бұрыштар грек алфавитімен, қабырғалар мен төбелер латын алфавитімен белгіленеді екен. Ал мен альфа бұрышын табуды бастаймын. Мен өткен сабақта айтпақшы. Косинус альфаны жазған болатын сендер. Тақырыпта байқасаңдар косинус деген жоқ, Косинус альфа не еді? Дұрыс айтады. Косинус альфа, яғни ұзын катетті неге бөлгенге тең екен? Гипотенузаға бөлгенге тең. Ал синус альфа бүгін өтетініміз А бөлінген С. Мен ол кезде де жазып кеткен болатынмын, яғни бұл жерде қандай екен? Кіші катетті гипотенузаға бөлгенге тең. Таймес альфа кіші катетті үлкен катетті бөлгенге тең екен. Мен сендерге кіші үлкен катет деп айтып жатырмын. Негізі ол іргелес қабырғалар айтуым керек. Сендерге түсінікті болсын деп мен үлкен катет, кіші катет деп айтып жатырмын. Жарай ма? Котангенс бар сонымен қатар. Үлкен катетті кіші катетке. Үлкен катеттің кіші катетке қатынасы екен. Түсінікті ғой, яғни мысалы мен А қабырғасы 3, Б қабырғасы 4 табайықшы. С қабырғасы қанша? Табу керек С қабырғасы. Немесе тангенс альфасы мен синус альфасын табайық. Катеттер белгілі. Квадраттардың қосындысын түбірден шығарады екен. 3-тің квадраты қосамын, 4-тің квадраты қанша болады? 9, 16, 25, 25-тен 5. Демек катет 5 сантиметр. Ал тангенс альфа табайық. Тангенс альфа менде не екен азамат? А бөлінген тұрады. Демек 3 бөлінген тұрады. Ал енді синус альфа қалай бөлінеді Айнұр? Синус альфа? 4 бөлінген 3. Бөлінген С еді, А бөлінген С еді. Демек, неменен қатынасы екен? 3-тің 5-ке қатынасы екен. Тоқтата тұрасың ба? Бұрышты табуға болатын түсіндік. Енді сол бұрыштар, үшбұрыштың бұрыштары қандай да бір мән береді. Енді мен сендерге мынадай кесте ұсынғым келіп тұр. Бұл кестені біз жаттап алуымыз керек. 8-ші сыныпта өзі ең маңызды тақырып жаттап алу. Мен 0-ден 90 градусқа дейін деп жазғым келді, бірақ мен жаттау әдісі болғандықтан жазбай тұрмын. Түсінікті ғой, бірінші нелер неге бос тұр деп ойлағандар, мен қазір түсіндіру барысында айтатын боламын. Синустың 0-ден 90-ға дейінгі градустарын өте оңай жаттау үшін мен 30 градус, 45-60 градусты, 30-45-60 градусты 1, 2, 3 деп аламын. Яғни бірінші келеді, екінші келеді, үшінші келеді деп аламын. Қараңдар, бірінші келеді, екінші келеді, үшінші келеді деп аламын. Түсінікті ғой, косинусқа дәл осыны керісінше қоямын. 3, 1, 2, 3, 2, 1. Түсінікті ғой, ал енді осының астының барлығына мен 2 қоямын. Және барлығына түбір қоямын. Түбірасы бірден бір шығатындықтан түбір қояйын. Берілген градустағы мәндер шықты. Яғни синус 30-да қаншаға тең екен? 2-ден 1. Синус 45-тен түбірасы 2 бөлінген 2. Синус 60-та түбірасы 3 бөлінген 2. Яғни жаттаған кезде 3, 2, 1. 3, 2, 1.
жаттаған кезде косинус 3 2 1 деп жаттайсыңдар. Ал синусты не деп жаттайды екенсіңдер? 1 2 3. 1 2 3 деп жаттайсыңдар. 45 десем қаншыншы келеді деп елестетесіңдер? Екінші келеді деп елестетесіңдер. 60 десем үшінші келеді деп елестетесіңдер. Ол қай тригонометрия функцияда синуста я Сабыржан қазір сұрайтын боламын. Ал косинуста 3 2 1 деп астыларына тағы да не қоямын? Және не қоямын? Ал енді тангенспен котангенс ше. 3 3 1 3 3 3 1 3 деп алып. Тағы да не қоямын? Төбір қоямын және бөлшек қоямын. Төбірден бір шығарып қоймай қояйын. Ал енді осыны неге қарама керісінше қоямын? Котангенске 3 1 3 деп қоямын. Демек бөлшекті ұмытпайын, иә? Неге бөлшекті ұмытпайын? Түсінікті ғой? Қазір мен градусты айта бастаймын. Мысалы, тұрапбай айтамыз. Тангенс 45. Тангенс 45. 3 3 1 3. Мен 3 басқасы беріп қойдым. Мажан? 1. Иә? Тархан. Косинус 60. 3 2 1. 3 2 1. Мен 3 басқасы беріп қойдым. 3 2 1. Азамат. 1 бөлген 2 немесе 2 деп айтамыз. Ал косинус 45. Рахым. Косинус 45. Түбірасы 2, бөлген 2. Толық айтамыз. Ал Сабина. Тангенс 60. Тангенс 60. 3 3 1 3. Түбірасы 3 3 1 3 қой. Тангенс 60 қой. 3 3 1 3. Түбірасы 3. Сабыржан. Котангенс 30. Котангенс 30. 3 3 1 3. 3 3 1 3. Қой. 3 1 3 3. 3 1 3 3. Иә, түбірасы 3. Түсіндік па? Түсіндіре алдым ба? Тағы да қайтадан сұрайым. Айнұр. Косинус 60. Косинус 60. 3 2 1. 3 2 1. Азамат. 1 бөлген 2. Түсінікті ғой, иә? Енді қараймыз. Енді 0 мен 90 ше деген сұрақ береді бізге, иә? Косинус 0 градуста 0, 90 градуста 1. Енді осыны косинусқа не істеп жазатын едім? Керісінше жазатын едім, иә? 0 градуста 1, 90 градуста 0. Енді тангенс басқаша ғой. Мына жақтан 0, мына жақтан анықталмағандық деген сөз мәні жоқ. Енді осыны котангенске кері жазамын, анықталмағандық 0. Түсінікті ма? Ал қайтадан сұрай бастаймын. Көсезім. Котангенс 45. 3 1 3 1. Молодец. Алтынай. Синус 30. Бірінші келеді дегеннің өзі подсказка. Бірінші келеді 30 деген сөз. 1 бөлінген 2. Ал косинус 60 тұрапбай. Үшінші келеді. Косинус үшінші келеді. 3 2 1. 3 2 1. Байқадыңдар ма? Мынау 30 бен 61 біріне тең. Синустың 30 градусы мен косинустың 60 градусы бір-біріне тең. Екеуі тең бірдемені айта беруге болады 45-те. Косинустың 30 мен синустың 60-ы тең. Түсінікті ғой? Дәл осы бойынша біз қазір есеп шығара бастаймыз. Мысалы, айтайыншы мысалы, синус 60 деп жазылуы олай болады. Қанша жазылады? Түбірасы 3 2. Есепті шығарылу барысы осылай болады. Түсінікті ма? Вот, есеп шығарамыз.